Ал сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді біз бүгін Майнкрафтта выживание жасаймыз. Анау менде басқа выживаниелерімді ограниченный доступқа қойып тастадым. Өйткені олардан авторский права бар екен. Содан кейін оларды мен алып тастадым. Енді неге видео түсірмей кетті десеңдер, өйткені еріндім және түсіргім келмеді, идея болмады. Және де мотивация болмады. Еще желание болмады түсіруге. Ана соңғы Майнкрафттан түсірген видеоден 6 ай бұрын шықты ғой. Ойласаңдаршы, 6 ай бұрын. Сол жоғалып кеткен үшін кешіріңдер. Енді мен оралдым. Енді біз бүгін выживание жасаймыз. Бұл бірінші бөлімі, мен оны бөліктерге бөліп көрсетемін. Онда кеттік достар. Міне достар, менден осындай керемет спавында пайда болдым. Енді біз қазір выживание бастаймыз. Ең бірінші біз деген ағаш кесеміз. Майнкрафтта ең бірінші ағаш. Мына жерде орман бар екен. Осы орманды кесіп алайық қазір кішкенесін. Осылай. Бірақ мен өмірімде Майнкрафт бітіріп көрмедім. Содан кейін бірінші рет бітірейін деп тұрған сияқтымын. Бірақ бітпей кет. Осылай бітпей қалдырып кетуі мүмкін. Енді біз оны ағаш жасаймыз. Верстак. Енді біз қазір верстактан заттар жасаймыз. Ебірші бізге таяқ керек. Бізден балта, кирка, сосын тағы да таяқ алып. Ал сосын біз ең бастысы қылыш. Болып бізде уже бәрі бар. Енді біз верстагымызды алып аламыз. Енді біз тағы да ағаш кесіп алайық. Сосын шахтаға барамыз. Міне. Және де достар, сіздерге көп рахмет. 4700 подписчикке. 4700 ба, 4600 ба, сондай қазір подписчик. Сол подписчиктеріме өте көп рахмет. Өйткені сендер болмасаңдар, менден ондай ютубер болмайтын едім. Қазір енді біз шахтаға барайық. Міне осы сиырды қазір өлтірейік. Және де достар, ана Майнкрафттан етті жегенде, оны пісіріп жегенде ол деген көбірек анау ашты алып тастайды. Қаттырақ тойдырады. Абылай просто шикі жей салса, онда болмайды. Міне қазір біз осы ағаштан соң шахтаға барамыз. Мына жерде қараңыздар. Жоқ, бұл жер емес. Мына жерде мен жаңа ғана бір таудың бөлігін көрдім. Сол жерде тастар көп тұрды. Міне осы жер. Қатып жатыр Майнкрафт кішкене. Өйткені дальность прерисовки 14-ке қойдым. Бірақ қатып жатқан жоқ, өйткені 30 FPS болып тұр. Енді осыны алайық. Міне. Қазір енді осыдан біз печка сондай заттар жасаймыз. Және мынау инструменттерімді обновить етемін. Ал мына ағаштарын тастай салам. Өйткені олар тез сынады және онша мықты емес. Міне. Енді қазір верстагымды қоямын да печка жасап алам. Балта тастам. Қылыш. Енді тағы да таяқ керек. Енді кирка. Сосын балта жасадым. Енді не? Болды, басқа ештеңке керек емес. Енді біз мыналар тастай саламыз. Тұра тұрмыз. Қош бол, ағаштан жасалған инструменттері деймізді тастай саламыз. Болды. Енді осы заттарды мына жерге қойып қояйық. Мыналардан ағаш жасалайық. Болды. Енді қайда барайық? Тағы да кішкене шахта алып алайық. Шахта. Тас алып алайық, кішкене тағы.
сосын барып бірдеңке істейміз. Аң аулау керек еще бізге. Біз мына же печкамызды қоямыз да былай екі етті пісіреміз. Ол піскенше мен деген басқа ет жинақпын. Және бізде екі теріс бар. Онда осы терістер көбейсе, онда біз деген кожаный куртка жасай аламыз осы. Қазір табу керек бірдеңке бұл жерде. Что-то осы Майнкрафтта мобтар аз сияқты мына жерде. Қайда кеткен аналар? Мен бастысы адасып кетпейін. Жоқ қой ешкім. Неге пустой? Қазір табу керек бірдеңке. Что-то бәрі пустой ғой. Ешкім жоқ. Онда орманнан қарау керек. Бірақ орман деген. Міне таптым. Қой. Қой ең бастысы, одан деген біз қалай төсек жасаймыз. Енді біз деген осы жерлерді де қарап келейік. Байқап түсу керек. Болды. 3 тағда ет алдым. Осы жетеді әзірше. Енді біз осылай аламыз да тұра тұрмыз. Мынау пісіпті. Енді мынаны пісірейік. Болды. Міне қараңыздар. Міне 4 ашықты алып тастадық. Мынаны біз қойып қояйық. Өйткені 2 деген ол онша көп емес. Енді тағы да кішкене шақты алайық. Бізге еще уголь табу керек әлі. Сосын үй салу керек. Мен осы үңгірге үй салатын сияқты өзім жасаймын. Версакты алып тастайын. Енді таяқтар бізге керек болады. Енді осы жерді ағашпен жауып қояйық. Осы біздің үйіміз болады. Міне. Ойбай. Міне. Осы жерді де тағы жабайық. Міне, болды. Енді бізге есік жасау керек. Қазір верстакты алып алу керек бізге. Верстак, міне. Верстакты осы жерге қойайық. Что-то түк көрініп тұрған жоқ мен қазір. Болды. Бірақ что-то бәрі де түк көрініп тұрған жоқ. Өйткені мына жер қараңғы, еще түн батып келе жатыр. Не жасайық? Қалай еді анау? Есік жасайық. Есікті былай қойып. Болды, енді ешкім кірмейді. Үйіміз дайын болды. Енді не істесе болады? Жарайды, далаға шығып. А то үй слишком қараңғы. Қазір тағы да кішкене аң аулап келгік. Әйтпесе болмайды. Несе уголь табу екен, өйткені содан жасаймыз ғой біз. Бірақ мына жерде уголь жоқ сияқты. Міне. Ал жарайды достар. Бұл видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, және де комментарий жазып кетіңіздер. Енді келесі бөлімде көршейік. Видео ұнаса, онда пока. Сау болыңыздар достар. Келесі видеода көршейік.